Армысыз көрермен, бүгін біз 4-ші курс студенті Үсен Астанаға келдік. Осы сіздің диплом жобаңыз туралы айта кетсеңіз. Бұл біздің жұмыс орнымыз Барс Медиаға қош келдіңіздер. Енді сұраққа жауап беретін болсам, дипломдық жұмысымның тақырыбы бұл радио журналистің, радио жүргізушінің эфир кезіндегі кәсіби шеберлігі мен эфир кезіндегі қате кемшіліктері туралы. Дәл осы тақырыпта барынша енді зерттеп, Жұлдыз FM радиосын негізге ала отырып, басқа радио жүргізушілер бар, сондай-ақ басқа радио толқындағы жүргізушілер бар, олардың кәсіби шеберлігі мен жалпы жұмыстарына енді барынша зерттеу жүргізуге тырысамыз. Осы сіздің жұмыс орныңыз Барс Медиа мен Жұлдыз FM, Осы Барс Медиа мен Жұлдыз FM сіздің университеттегі үлгеріміңізге қалай әсер етеді? Енді қалай әсер етеді дегенде, барынша сабақтан қалмауға тырысамыз. Одан бөлек енді біздің кафедраның оқытушыларына ескертеміз. Бүгін осындай бір маңызды шаралар болып жатыр еді, бүгін эфирде едім, бүгін бір сюжет түсіруге баратын едім деген сияқты. Бірақ жаңағы берілген тапсырмаларды міндетті түрде біз орындап, міндетті түрде өткіземіз. Себебі ол біздің бағаланады, біз лайықты бағамызды алу керекпіз деген сияқты. Ал бірақ енді үлгерімге келсек, қатты бір әсер етіп жатқан жоқ. Яғни жұмысты да, оқуды да бірге алып жүруге болады. Ең бастысы жаңағы адам айтады бір зейін. Сол зейінді дұрыс қою керек. Ал сіздің дипломдық жетекшіңіз кім? Ол сізге қалай көмектесіп жатыр? Менің диплом жетекшім кафедрамыздың мықты беделді оқытушыларының бірі Аязби ағайымыз. Аязби ағайымыз өзінің енді ол кісі радиода біраз қызмет еткен, жалпы жоспарды құруға, дипломның қалай жазылу керек, қандай дүниелерді зерттеген дұрыс, зерттеу барысында қай радионы көп тыңдаған дұрыс, одан бөлек қай кітаптарды оқыған дұрыс, жалпы зерттеуді қалай жүргізу керек деген сияқты дүниелермен көмектесіп жатыр ол кісі. Аязби ағаға көп рахмет. Ал осы Барс Медиада сіз қандай жұмыс атқарасыз? Барс Медиа ұжымында енді көптеген контент түрлері бар. Балаларға көп контент шығарамыз. Сондай енді үлкен адамдардың аудиториясына да контент шығарамыз. Сол ертегілерді дыбыстаймын. Өзіміз ертегі жазамыз. Жаңағы қазір заманның талабына сай жасанды интеллектіні қолданамыз. ChatGPT-мен сценарий жазамыз. Одан кейін түрлі жаңағы анимациялық дүниелерді жасайтын жасанды интеллект бар ғой, солармен анимациялар жасап, соны балаларға ұсынамыз. Сондай-ақ мен әскери тақырыпта бейнематериалды жасаймын. Бізде осы Барс Медиа ұжымында жасақ деген өзіміздің арнайы бағдарламамыз бар. Сол осы жасақ бағдарламасында мен көрермендерге курсанттардың өмірі, Қазақстанның әскерінде қандай жаңалықтар болып жатыр, мысалы, соның барлығын бөлісуге тырысамын. Жауабыңызға рахмет. Сіздермен болған Үсен Астана 4-ші курс студенті және де Мирас Ералы.